Және хабарымыздың соңында әдеттегідей қызықты ақпарат. Оңтүстікте өрік гүлдеп жатыр. Қой жылының қысы аймақ үшін өте жайлы да жылы болған. Жазық жерде қар ұзақ жатпай, қаңтар айында тіпті күн күркіреп жаңбыр жауған. Ал 7 ақпанда 10 жылда болмаған жағдай, ауа райы 20 градусқа жетті. Ал бүгін температура 26 градусқа дейін ысыпты. Шырайлы Шымкенттен әріптесім Әбдез Рахманұлы әңгімелейді. Ақпан айының аяғында өріктің гүлдегенін бағбандар өте сирек кездесетін құбылыс деп есептемейді. Көнегөз қариялар ертеректе мұндай жағдайдың болғанын айтады. Ағаштың оянуы үшін ауа райы бір аптадан асатын уақыт 10 градус шамасында жылы болуы тиіс. Ал ағаштың бір жарып гүл ашуы үшін оянған соң температура аптадан асатын уақыт 20 градус ыстық болуы керек. Ақпан айында Шымкентте қалыптасқан ауа райы өріктің гүлдеуіне өте ыңғайлы болды. Ең алдымен гүл ашатын жас өріктер қазір көше бойында, аулада ағашты ақ күлгін түске орады. Ал біраз жыл өнім берген ағаштар сәл кеш гүлдейді. Олар ауа райының тұрақтануын күтеді екен. Болмаса суыққа ұрынып үсіп кетуі мүмкін. Былтыр наурыз айының ортасында 2 күн аяз болып, көп ағаштың гүлі түсіп қалғанды. Жеміс ағаштар гүлдеген кезде қардың түсірген 20-25% өнім былтыр аламай қалдық. Биылғы жылдың мына ауа райына біз енді үміттенеміз, тосын жағдай болмайды деп. Ауа райын болжайтын мамандар наурыз айының ортасында елімізге салқын циклон келетінін айтады. Бірақ қатты суық болмайды екен. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Шымкенттен.